Namaz okuğa bizde vaqt yok hiç. Iya, Tаңертең кешке супермаркеттеміз ғой. 1 минут вақыт жоқ. Жоқ, сонда қашан оқисың сен? Уақыт қашан болады? Пенсияға шығайық. Қолымыз босасын, оқимыз. Ей, балам, сол өтірік екен, өтірік сылтау екен. Мен де баяғыда анау жас кезде айтқам, пенсияға шығайын Құдай қаласа. Сосын жаңағы шал болғаннан кейін оразаңды ұстаймыз, без проблем. Намазыңды оқимыз, без проблем. Құдайға шүкір 3 жыл болды, Фатиха сүресін жаттай алмай жүргеніме. Міне, көрдің ба? Так что мынау есте сақтау қабілетіңден айырыласың. Көзің көрмейді, құлағың естімейді, аяғың ауырады. Не қыласың? Жас кезде бастау керек, қой бәрі. Жоқ, енді бізде 1 грамм уақыт жоқ қой. 1 минут уақыт жоқ. Күніне өтірік. Өтірік ол. Таза өтірік нәрсе, уақыт жоқ деген. Мен де сіздер сияқты жұмыс істегенмін ғой. Ақша тапқам. Маған да айтқан, неге сен мешітке барып, бір құлшылық жасамайсың, ораза ұстамайсың, намаз оқымайсың деп. Мен де сөйтіп айтқам. Ойбай, 1 минут 1 секунд уақыт жоқ қой. Құдай кейін бір қолымызды босатса оқырмыз деп. Міне, қазір мен Алла тағала қолымды таңнан кешке дейін босатып қойды. Сонда қараңыздаршы, сіздер де сол намаз оқып, ораза ұстауларыңыз үшін бәріңіз мен сияқты болып қалу керексіздер ма? Құдай сақтасын. Осы уақыттарыңыздың жоқтығы үшін осы жұмыстарыңыздың бары үшін шүкіршілік етіп оқымай ма адам?